Саламатсыздар ма? Біз сіздермен бүгін салалас құрмалас сөйлемдермен танысамыз. Сабақтың тақырыбы пошта қызметін қолданамыз, ұлттық маркалар, салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтың мақсаты сабақ барысында студенттерге салалас құрмалас сөйлемдерді меңгерту, пошта қызметінің маңыздылығын түсіндіру, ұлттық маркалардың қажеттілігімен таныстыру. Салалас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдері салаласа байланысқан құрмаластың түрі. Салалас құрмалас сөйлем баяндауыштар тиянақты, тұлғада келіп бір-бірімен тең дәрежеде байланысады. Салалас құрмалас сөйлемнің жай сөйлемдер өзара мағыналық тұтастықта болып, интонация, жалғаулықсыз және жалғаулық арқылы байланысады. Жалғаулықсыз іргелес байланысқан. Салалас мезгілдес себептес, қарсылықты, түсіндірмелі, шартты, салыстырмалы түрлерге жіктеледі. Салалас құрмалас сөйлем ыңғайластық және, әрі, да, де, та, те, қарсылықты бірақ, алайда, дегенмен, сонда да сөйтсе де, себеп салдар, өйткені, сондықтан, себебі, сол үшін, сол себепті, неге десеңіз, кезектес, бірде-бір, біресе, кейде, талғаулы, не, немесе, я, яки, не болмаса, әлде, әйтпесе, түсіндірмелі жалғаулары жоқ көмекші сөздер арқылы жасалады. Салалас құрмалас сөйлем бұл сөйлемнің түрі. Кемінде 2 жай сөйлемнен құралады. Бұл оның құрамы. Өзара тең дәрежеде байланысады, баянауыштары тиянақты болады. Бұл оның белгісі. Мысалы, әлден уақытта 2 атты кісі келді де, мені ағаштан шешіп алды. Бұл жерде бірінші ой, әлден уақытта 2 атты кісі келді. Бірінші жай сөйлем. Екінші ой, мені ағаштан шешіп алды. Екінші жай сөйлем. 2 жай сөйлемнің қосылуынан жасалған сөйлемнің түрі салалас құрмалас сөйлем болып табылады. Олай болатын болса, пошта қызметі. Пошта заттарды үздіксіз жинақтап, оларды көлік арқылы таратуды қамтамасыз ететін байланыс түрі. Оған жазба хабарларды, басылымдарды, ақша аудармаларын жатқызуға болады. Пошта мемлекеттік байланыс жүйесінің маңызды мекемесі. Қазақстанда алғаш пошта бөлімі 1860 жылы Алматы қаласында ашылды. Ұлттық марка. Марка ол не үшін қажет? Марка таңба, белгі деген мағынаны білдіреді. Егер белгілі бір марка рынокте берік орын алса, ол тауардың бет бейнесіне айналады. Марканың түрлері пошта маркасы, яғни пошта жөнелтімдерін салып жіберген үшін алым төлеу белгісі. Өндірістік марка яки сауда маркасы, дайындаушыны даралау мақсатымен бұйымға не оның бумасына басылатын таңба. Фирмалық марка ол өндірушінің тауарларын басқа өндірушілердің тауарларынан ажыратуға мүмкіндік беретін таңба. Кері байланыс. Мұнда берілген мәтіннен біз салалас құрмалас сөйлемді табуымыз қажет. Сіздер салалас құрмалас сөйлемді мағынасына қарай іздеп тауып, дәптерімізге көшіріп жазасыздар. Үйге тапсырма. Салалас құрмалас сөйлем түрлерінің көмегімен пошта қызметкері мен тұрғын арасындағы болған әңгімеге сұхбат құрастыру. Сау болыңыздар. Рахмет.